Қазақстан Олимпиададан алтын алғалы міне, ендігі 2 цикл өтті. Қоржынға соңғы алтынды Данияр Елеусінов салған болатын. Әуесқойда мүмкін болған додалардың барлығында жеңіске жетті. Қазір кәсіпқойда бағын сынап жүр. 2013 жылғы әлем чемпионы, 2 дүркін Азия чемпионы, Қазақстанның бірнеше дүркін чемпионы, бокстан ұлттық құраманың капитаны болды. 2016 жылы Рио Олимпиадасында жеңімпаз атанды. Бүгінгі шығарылымда дәл осы финал турасында болмақ. Финалда өзбекстандық Шахрам Гиясов пен қос көрші ел алтынды сарапқа салған еді. Алдымен қос боксшының финалға дейінгі жолына бір тоқтала өтелік. Данияр жарыс жолын 8-1 финалда бастады. Қарсыласы британдық Джош Келлиге 3 раунд бойы басым болып, еш мүмкіндік бермеді. 3 төреші де жеңісті Елеусіновке берді. Айтпақшы, осы Джош Келли де кейінірек кәсіпқойға бет бұрып, Даниярмен қарсылас болмаса да бір картта өнер көрсеткен еді. Жекпе-жектен кейін Елеусінов қарсыласы мен өз тактикасымен бөлісті. Сондай-ақ рингте қарсыласты психологиялық тұрғыдан жеңу маңызды екенін де атап айтты. Данияр ширек финалда Венесуэла елінің боксшысымен айқасты. 29 жастағы Габриэль Маэстро Венесуэла құрамасының капитаны. Оның мансабындағы басты жетістік 2013 жылы Алматыда өткен әлем чемпионатындағы қола жүлде. Бұл оның мансабындағы екінші олимпиада. Осыдан 4 жыл бұрын Лондонда Маэстро ширек финалда тағы бір қазақ болашақ чемпионы Серік Сәпиев кесе жіберген еді. Бұл жолы да 3 раунд бойы Даниярдың қарқынына ілесе алмады. Біздің боксшы қорғаныс пен шабуылда жылдам екенін көрсете білді. Төрешілердің бірауызды шешімімен Данияр жартылай финалға шықты. Кем дегенде қола медаль қоржында. Және осы жеңісін отбасымен қазақ еліне арнаймын деді жекпе-жектен кейінгі сұхбатында. Жартылай финал. Қарсыласы франциялық Сулейман Сисоко. Елеусінов бірінші раундта сенімді жеңіспен аяқтады. Қарсыласымен рингтің ортасында тұрып айқасып, жылдам соққыларының арқасында төрешілерді өзіне қарата алды. Екінші раундта Данияр ұтып жатқанын біліп, тактикасын өзгертті. Екінші номермен ойнап, қашып жүріп айқасуға көшті. Алайда, раунд ортасына таяған тұста қарсыласының басымен соқтығысып, қабағы жарылып жарақат алды. Жекпе-жек тоқтатылды. Елеусіновті тексерген дәрігер оған жекпе-жекті жалғастыруға тыйым салды. Осы сәт бүкіл қазақ жұртының жүрегін дүрсілдеткен сәт болған шығар. Төрешілердің шешімін күттік. Алғашқы раундта жеңіске жеткенін және екінші раундта да басымырақ болғанын, сондай-ақ жарақат қарсыласының соққысынан емес, басымен соқтығысқаннан кейін пайда болғанын ескеріп, жеңісті қазақстандыққа берді. Ал Сисоко қола жүлдегер атанды. Осылайша финалда Елеусінов жартылай финалда марокколық Мохаммед Рабииді жеңген өзбекстандық Шахрам Гияспен кездеседі. Әлгі мароккалық соңғы әлем чемпионатының финалында Даниярды жеңген болатын. Жалпы 69 келі салмақтағы финалдық жұп анықталмай жатып ақ, Шахрам Гиясов Данияр Елеусінов үшін ең қауіпті әлеуетті қарсылас аталды. Ол туралы төреші Серікжан Ишмағамбетов те, соққысы ауыр боксшы, өте қатал және төзімді деді. Шахрам Гиясов, Өзбекстан чемпионы, Азия-Океания іріктеу турнирінің алтын жүлдегері, Олимпиада жорығын 1-16 кезеңнен бастады.
Испандық Юба Сисокомен іріктеу жекпе-жегі оның толық басымдылығымен өтті. Төрешілердің бірауыздан қабылдаған шешіммен жеңіске жетті. 8-1 финалда өзбекстандық боксшы Литва өкілі Эймантас Станиеспен кездесіп, оны да 3-0 есебімен сенімді түрде жеңді. Ал ширек финалдық қарсыласы өте тәжірибелі. Бейжің Олимпиадасының қола жүлдегері, Лондонда алтын алған кубалық Ронель Иглесиаспен кездесті. Дегенмен Шахрам Гиясов мінез көрсетіп, төрешілердің бірауызды шешіммен жеңіске жетті. Жартылай финалда қазіргі әлем чемпионы мароккалық Мухаммед Рабииді жеңді. Тағы да төрешілер бірауыздан Өзбекстан өкілінің жағына шықты. Жалпы Гиясовтың финалға дейінгі жүріп өткен жолы сәл ауырлау деп айтуға да болады. Финал. Жалпы алғашында Даниярдың шығуы көбісінен сұрақ белгісі болды. Жартылай финалда алған жарақаты тым ауыр болса, финалда өнер көрсете алмайтын еді. Алайда Данияр мінез көрсетіп, жекпе-жекке шықты. Осыған дейін Олимпиада төрінде көрші елдер арасында финалдық кездесу болғаны есімде жоқ. Бәлкім мен қателесіп тұрмын. Қос боксшы да жас, жалындап тұр. Даниярдың тәжірибесі толысқан. Мүмкін болған жүлденің бәрін алды, тек Олимпиада алтыны жетіспей тұр. Шахрам да небәрі 23-те. Соңғы 2 жылда әлемдік додаларда енді бой көрсетіп жүр. Даниярға қарағанда тәжірибесі аз деуге де болады. Дегенмен, әлем шыңына шығуға ол кедергі бола қоймайды. Оған тарих куә. Өзбек боксшысы алғашқы раундтан бастап бірінші номермен өнер көрсетуге тырысты. Тек алға жүріп соққылар жасады. Жасаған соққылары тисе де, тимесе де, өзбек бауырлардың бір әдеті ол әр сермеген соққыға айқаймен реакция қалдыру. Бұл төрешілердің де назарын аудартуға ықпалын тигізеді. Бірақ Данияр өте сауатты боксшы. Оның қорғанысы әлі күнге дейін талқыланып келеді. Соққы өткізіп алу статистикасы өте аз боксшылардың бірі. Алғашқы раундта Данияр өз пайдасына шешті. Екінші раундта да дәл осы сценарий. Данияр қашып, қарсыласын алдап жүріп, өзінің соққыларын тигізіп, ұпай иеленді. Рингті таза сезініп, төселіп алды. Жалпы Даниярға дәл сол сәтте кім қарсылас болса да, оның қорғанысын бұза алмайтындай жекпе-жек өткізіп жатқандай көрінді. Бұл раундта Даниярдың пайдасына шешілді. Шешуші раунд. Шахрам Гиясов қуам деп жүріп шаршап қалды. Дегенмен жоғалатын ештеңе де қалмады. Нағыз рубкаға көшті. Данияр да оның шақыруынан бас тартпай, ашық айқасқа да шығып тұрды. Соңғы раунд агрессивті раундтардың бірі болды. Қай кездесуде де қазақ, өзбек боксшылары кездессе, нағыз айқас көретініміз анық. Бұл тіптен бөлек Олимпиада финалы. Шешуші раундта да Данияр сауатты қимылдап жеңіске жетті. Осылайша Данияр Олимпиада чемпионы атанды. 16 жылға еңбектің нәтижесі. Айта кетейік, 69 келіге дейінгі салмақта Қазақстан 4-ші рет қатарынан Олимпиада ойындарының алтын жүлдесін жеңіп алды. 2004 жылы Афинада осы салмақтан Бақтияр Артаев, 2008 жылы Бейжіңде Бақыт Сәрсекбаев, 2012 жылы Серік Сәпиев Лондонда Қазақстанға алтынға келген болатын. Көңіл-күй керемет, мақсатыма, арманыма жеттім. Мен өте қуаныштымын және барлық жұмысым сіздердің көз алдарыңыздан өтті. Ата-анама алғыс айтамын. Олар мені кішкентай кезімнен қолдап, мақсатыма жетуге көмектесті. Рахмет. Отанға, Қазақстанға қолдау көрсеткен үшін барша жанкүйерлерге рахмет. Мен қазір Қазақстанда түн екенін білемін, бірақ олар ұйықтамай жатыр. Мен үшін жанталасып жатыр деді. Ал финалдағы қарсыласы қазақстандықты жеңісімен құттықтады. Қазақстанды алтын медалімен құттықтаймын. Жекпе-жекке рахмет. Финалда маған сәл ғана сәттілік жетіспеді. Барлығымыз өз еліміз бен халқымызды қуантқымыз келеді. Бүгін мен Даниярда рингте қарсылас болсам да, өмірде дос болып қала береміз деді. Бұл әзірге бокстан соңғы алған алтынымыз. Токиода қола, Парижде күміс алған едік. Лос-Анджелестен үміт көп. Даниярдың кәсіби рингтегі карьерасына тек сәттілік тілейміз. Жақында ғана Дана Уайт пен Турки Әл-Шейхтің бірге ашқан ұйымына мүше болған алғашқы қазақстандық боксшы болды. Алда жарқын жекпе-жектер күтеміз. Қайткенмен де жас емес, әрі кетсе 4-5 жыл бабын ұстап тұра алар. Ал сәттілік, жеңісті күндерде жүздескенше ағайын қазақ боксы жасасын.